Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі YouTube шығарылымда сіздермен Шымкент қаласында жүгіруге болатын ең топ орындардың бірін көрсететін болам. Бұл жерді көбісі біле бермейтін сияқты, өйткені жүгірушілерді өте аз көрем. Бұл Шымкент қаласы Нұрсәт шағын ауданы Назарбеков және Шаяхметов көшелерінің қиылысында орналасқан. Мына жерде біздің Шымкент қаламыздың әкімдігі орналасқан. Осы әкімдіктің артындағы кішігірім саябақ. Және бұл жерде Рахима плаза бар, Назарбек көшесінің бойында, және Назарбаев мектебі бар. Осы саябақты бір круг айналып шықсаңыз, тура 800 метр шығады. Содан 10 круг жасаңыз 8 километр деген сияқты, солай есептеуге де өте жеңіл. Қазір міне жүгіру жолағына түстім. Сіздерге осы жүгіру жолағының материалымен таныстырсам деймін. Бұл жай асфальт емес, цемент емес. Цемент, асфальт дегендер ол аяққа, әсіресе мына тізеге нагрузка удар береді да. Ал бұның материалы қазір көрсетемін сіздерге. Мынандай жұмсақ қолмен басылады, бассаңызда ше. Резина сияқты кәдімгі профессионалды жүгіретін алаңдар болады ғой, сол сияқты. Мен ровно тура 1 жыл бұрын көрдім осы жерде. Осы маңда тұрам өзім. Бала-шағамызбен қыдырып жүрген кезде осы жерге келдік. Сол кезде ғашық болып қалдым бұл жерге. Мен материалын көріп, не деген жұмсақ деп, жүгіруге өте қолайлы. Қарапайым кроссовкамен келіп жүгірсеңіздер де болады, бірақ енді әрине жүгіру кроссовкасын ұсынар едім. Денсаулықты күту керек. Міне осы саябақтың жоғарыдан қарағандағы түрі. Бұл Strava деген жүгіруге арналған программа. Ал бисмилля, кеттік, өлшеп көрейік. Неке бір кругі 800 метр. Енді программа әр кезде арғалай көрсетеді. Кейде сәл жетпей, кейде көп деген сияқты. Жалпы 800 метр бір кругі. Ал мен арғарай жүгіруді жалғастырамын. Міне осылай жүгіріп келіп, тікелей жаттығу алаңына кіріп кетсең болады. Турниктер, Брусия, мынадай тренажерный заттар бар. Арғы бетте балалар ойын алаңы. Және тағы айтатыным, мына жерде парковка бар. Қаланың қай жерінде болсаңыз да, осы жерге машинаңызбен келіп қойып, осы саябақта жүгіріп, мына жерде тренировка жасап, машинаға мініп, қайтадан үйіңізге қайтып кетсеңіз болады. Керемет, е? Бұндай жүгіретін алаңдар негізі көп болмайды. Бағана айтқанымдай, жүгіру беті арнайы қапталған резинамен. Аяққа удар бермейді, нагрузка бермейді. Парковканың келесі бетінде балалар ойын алаңы орналасқан. Осы жерге балаларыңызбен келіп, балаларыңызды ойнатып, бірге жүгіріп,
жақсы бір демалыс өткізсеңіздер болады. Шаяхметов көшесі, Назарбеков көшесі, Назарбековтың ар жағындағы үлкен көше уже Арғынбеков көшесі болып келеді. Мына жерде Шымкент қаласының әкімдігі орналасқан. Мына үйлердің арғы бетінде Сейітжан Қари мешіті. Бұл Нұрсәт 2 Нұрсәт шағын ауданы. Не деген керемет, не деген әдемі аудан. Барлық жағдай жасалған. Сол достар, жүгіріңіздер, шынығыңыздар. Келесі қандай видео болсын, қандай тақырыпта болсын, қандай жерге обзор жасайын, төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Ассаламу алейкум.